Антропологиялық тип адамдардың шығу тегі мен дене құрылымының ұқсас тобы. Адамның тұрпатын бас пен бет пішініне, дене бітіміне, тері, шаш, көзінің түсіне қарап анықтайды. Адамдардың белгілі бір географиялық аймаққа бейімделу барысында қалыптасатын түр сипаты нәсіл деп аталады. Адамдардың сыртқы биологиялық қасиеттеріне қарай еуропоидтық, монғолоидтық және негроидтық нәсіл деп бөлінеді. Еуропоидтық нәсілдің белгілері терісі ақ, шаштары жұмсақ, толқынды, денелері түкті, көздері үлкен, беттері сопақша, қыр мұрынды, еріндері жұқа болып келеді. Ал монғолоидтық нәсілдердің терісі қоңырқай, сары түсті, шаштары қатты, денесінің түгі аз, көздері қысыңқы, беттері жалпақ, қастары мен еріндері қалыңдау болады. Негроидтық нәсілдердің терісі қара, шаштары бұйра, денесі түктілеу, жақ сүйегі шығыңқы, мұрны жалпақ, ерні қалың болады. Қазақстан жерін көне дәуірде мекендеген тайпалардың бет пішіні, түр сипаты туралы деректер қола дәуірінен бастап кездеседі. Қазақстан жерін қола дәуірінде Андрон мәдениетіне жататын тайпалар мекендеді. Андроновтық археологиялық ескерткіштер көбіне солтүстік, орталық және шығыс Қазақстаннан табылған еді. Осы аумақтағы Алексеевка, Ой-жайлау, Зевакина қорымдарынан табылған бас сүйектерді зерттеу нәтижесінде Андроновтық тұрпат анықталған. Академик Валерий Алексеевтің сипаттауынша, Андроновтық тұрпаттағы адамдардың бас сүйегі үлкен, беті дөңгелек, мұрны көтеріңкі келеді. Сақтарда еуропоидтық белгілер басым болған, себебі олардың бас сүйегі шағын, беті жалпақ, маңдайы тайқы, көз ұясы шығыңқы болды. Сақтардың антропологиялық ерекшеліктерін зерттеу біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың екінші жартысында Қазақстан аумағында нәсілдердің араласуы басталғанын көрсетеді. Сақтардың түр сипатында монғолоидтық белгілер пайда бола бастаған. Үйсіндердің бас сүйегі орташа, маңдайы тайқы, бет сүйегі мен кеңірсегі шығыңқы, қабағы дөңес, мұрны орташа болды. Бұл сақтарға қарағанда үйсіндерде монғолоидтық белгі басым екенін көрсетеді. Монғолоидтық белгілер үйсін еркектеріне қарағанда әйелдерінде көбірек кездеседі. Сарматтар тұрпаты жағынан үйсіндерге ұқсайды. Бас сүйегі үлкен, мұрын сүйегі дөңес, көзі үлкен. Сарматтардың тұрпатында да монғолоидтық белгілер байқалады. Ғұндардың қоныс аударып келуіне байланысты жергілікті тайпалардың тұрпатының басым бөлігінде монғолоидтық белгілер анық байқалды. Монғолоидтық және еуропоидтық тайпалардың араласуының нәтижесінде жергілікті тураноидтық, оңтүстік Сібір нәсілдік тип қалыптасты. Бұл тайпалар антропологиялық тұрпаты жағынан қазіргі қазақ халқына ұқсай түсті. Қазақ жерінде монғолоидтық белгілер Шыңғыс ханның жаулап алу кезінде күшейді. Ал бүгінде қазақ халқының антропологиялық белгісінің 70% монғолоидтық, 30% еуропоидтық белгілерден құралады.